Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға. Әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа. Алдың жалын, артың мұз, барар едің қай жаққа. Сонымен суретке жан бітіріп сүйрету үшін біз мына әрекеттерді орындауымыз керек. Яндекс немесе Google'дың іздеу жолағында eid.com деп жазу керек. eid деп жазсақ, eid.com сайт ашылады. Сол жерде ең бірінші тұрған міне eid.com сайтына кіреміз. Бұл сайтқа кірген кезде осындай бізге тіркелу керек терезесі ашылады. Сіздер енді бірінші рет кіріп отырған болсаңыздар, міндетті түрде бұған тіркелу керек. Google аккаунтпен тіркелу керек болады. Ал мен тіркеліп алдын ала тіркелгендіктен бірден кіріп кетеді. Кірген кезде мынадай терезе ашылады. Бұрынғы өзіңіз жасаған проектлер болады. Бастапқыда бізге 20 кредит береді. Тіркелгеннен кейін біз мына бейне жасау, егер де осылайша ағылшынша болып тұратын болса, онда оны қазақшаға ауыстырып алуға да болады. Оң жағын басып мышканың аудару десек, бейне жасау деген бета екпінді болады. Соңғы жобалар көрініп тұрады. Бейне жасау батырмасын басқаннан кейін, мына жерде қосу плюс батырмасын басамыз. Немесе астыңғы жағында өзімізде бізге мынадай суреттер алдын ала беріліп тұрады. Осы суреттердің де бірін пайдалануымызға болады. Немесе өзіміз қолдан жасау үшін біз қосу батырмасын шертеміз. Қосу батырмасын шертіп, біз керекті суретті алдын ала дайындап аламыз. Дайындап алып, оны тұрған жерден ашамыз. Ашылып жатыр қазір. Міне суретіміз жүктелді. Енді мына жерге керекті сөзімізді де алдын ала біз оны дайындап аламыз. Одан кейін көшіріп әкеліп ставить батырмасын шертеміз. Сол кезде бізде осы жерге қойылады. Астыңғы жағында English деп тұрады. Біз тілді ауыстырып аламыз. Бізге ағылшын емес, қазақ тілінде сөйлету керек. Сол үшін қазақ тілін таңдап аламыз. Қазақ, Қазақстан дегенді таңдаймыз. Жаңа Дәулет немесе Айгүл деп тұрады. Айгүл деген әйел адамның дауысы, ал Дәулет деген ер адамның дауысы. Бізге керегі Дәулет болсын. Бейне жасау батырмасын шертеміз. Бұл бейнені тағы да бізде 2 кредит кетеді. Яғни менде алдында жасағанда 17-20 кредиттен 17 қалған болатын. Енді бұғынаған 2 кредит кетіп отыр тағы да. Жасау батырмасын. Бейне жасалуда қазір. Айна қойдым алдыма, көрейін деп өзімде. 2 құлақ тас бітіп, шел басыпты көзімде. Иіс білер мұрын жоқ, таза ақылдан ырым жоқ, түзелерлік түрім жоқ, жалған деме сөзімде. Міне осылайша біз суретке жан бітіріп сөйлетуге болады. Бұны сабаққа оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін пайдалануға болады. Осындай видеолар каналға салынып тұрады. Сондықтан да каналға жазылып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.